Баршаңызға сәлем достар. Бүгін барлық аналарды толғандыратын кішкентай сәбилердің бір жаққа бейімделуі немесе кривошея тақырыбын қозғайтын боламын. Сондықтан алыстамаңыздар, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл видеода мен балаға мойнына массаж емес, массаждан кейінгі әдіс, яғни валик тағуды көрсететін боламын. Қазір балапанымыз 3 айлық балапан мойнына валик тағып массажын бәрін алып енді қайтады үйіне. Біз қалай анықтаймыз кривошеяның қай жағында екенін? Баланы ішпен жатқызамыз. Құлақтың сырғалығын қараңыздар, оң жақта және сол жақта. Міне, сол жағымыз кеңдеу болып тұр, оң жағымыз бұғанаға жақын болып тұр. Яғни біздің проблемамыз осы оң жақтағы бұғана жақта, демесе оң жақта кривошея балада бар. Енді біз валикті қалай жасаймыз? Осындай пеленканы аламыз, үшбұрыштаймыз. Тағы да үшбұрышты осылай әрекет жасаймыз, қараңыздар, иә? Бұны біз самолетик дейміз, валик жасаймыз қолдан. Тіпті сатып алатын губка сияқты валиктерді мен қолданбаймын, өйткені олар онша әсер етпейді. Мынандай қатты, қызарып кеткен, қатты қисайған мойынға осылай өзіміз қолдан валик жасағанымыз әбден дұрыс және өзімнің практикамда өте жақсы көмектеседі. Мынау кішкене пеленкамыз кішкене қалыңдау болып тұр. Негізі мойынға қай жақта бізде проблема дедім, сол жаққа қарай баланы ақырындап алып, мынау түйіннің осы неге байлап қоямыз. Оң жаққа қарай көп бұрыла беретін болса, сол оң жағының мойнын көтеріп тұрып байлаймыз. Яғни біз массаж жасап созып алдық. Енді сол қайтадан ол қалыпқа өзінің қалпын алып алмас үшін созылған бұлшықетті біз міне одан сайын әрі созып қоямыз. Бала осылайша 30 минут, 40 минут, 50 минут, тіпті тәулігіне 8 сағатқа дейін осылай валикпен жүруге болады. Ал ем болсын балапандарға осы әдісті қолданып көрсеңіздер болады үй жағдайында да. Кішкентай балдарымыз ауырмасын. Кім осылай жасады, кімнің баласында болды, астына комментарий жаза кетіңіздер.